Қайырлы таң. Жана Қуанышқа апасы мынандай берді. Қазір ашамыз. Бүгін ерте тұрып алды, Қуаныш. Таң атпай 4-те тұрды Қуаныш. Ашамыз. Тадан, Қуаныш. Тадан. Сен же алмайсың. Компьютер екен. Андан берінен сына қарап тұрып. Мен қақамыз сұрағалақтырамыз. Сәлем тағы баршаңызға. Бағана резко қайырлы таң деп шыға салдық Қуаныш екеуміз. Негізі кеше Қуаныш 8-де ұйықтады ғой. Сон түнде жылап үстімнен нетіп оянды да. Сон мама көтеріп нетіп ұйықтатып, қайттан ұйықта қалған. Таң атпай 4-те оянып апты ол. Мама екеуі жүріпті, мен ұйықта жатқам. Сон нормально жүрді дейді. Тамағын жеп, кеше пирог пісірмес, пирогын жеп. Содан кейін мен тұрдым. Мамадар жұмысқа кетті, біз нелік қарап жатқанбыз. Диванда ұйықта қаппыз. Оянсам сағат 8:30. Қуаныштап барып төсекке қайттан жатқызып қойдым. Суық ес. Чай қайнатып, чай ішіп алайын деп отырмын. Қуаныш әлі ұйықтап жатыр. Мен бүгін осындай жүннес киіп алдым. Аяқ қат-қатыппыз. И как всегда бір болайық. Сағат 12:00-де НТК арнасы қосылып болсын да қойып көреміз. Телефонмен сөйлескені жақсы көресің. Енді ол да Неге сырттай көрдің? сырттай тамамыз. Түнгі чай ішіп отырмын. Жана мама мен папа ішіп алды. Сон Қуаныш екеуміз келіп мына жерге сразу бір кружка чай төктік. Жоқ қойдым. Солай жағдай.